Параболаның төбесінің координатасы мен осіні анықтаңыз деген тапсырма. Бұл жерде бірден айта кетейік, осіні анықтаңыз дегенде симметрия осін сұрап тұр. Симметрия осін. Так, бірінші төбесінің координаталарын анықтайық. Бізге берілген формуласы параболаның. Енді мындай жалпы формуласы бар еді, y-тен болады а көбейтілген x пен m-нің айырым квадраты қосу n. Бұл формуланы сендер 8-ші сыныпта өткенсіңдер. Бұл жердегі осы формуладағы m мен n ол қандай да бір сандар. Және бұл m мен n деген сан параболаның төбесі. Біз координаталық жазықтықта сызғанда осы m мен n төбесі болатын түсінеміз. Енді қарайық, бізде x азайту m квадрат деп тұр ғой, ал тапсырмада x азайту 5-тің квадраты деп тұр. Осыдан мен түсінетінім, m бізде 5-ке тең, ал n тең минус 2-ге. Себебі қосу n деп тұр керек, а менде азайту 2 деп тұр. Осы жерден біз қандай қорытынды жасаймыз? Параболаның төбесі 5-те минус 2 деген нүкте. Бұл параболаның төбесі. Енді симметрия осіні әрине осы жерден бірден жаза салуға болатын еді, бірақ сіздерге түсінікті болу үшін мен оны сызып көрсетейін, неге ол симметрия осі болатыны. Параболаны біз қайда сызамыз? Әрине координаталық жазықтық керек, бізге. Мынандай сызып жіберейік. Енді оның төбесі 5-те минус 2 нүктесінде орналасқан. Мынау x өсе, мынау y өсе. Енді шамалап ала берем ғой, жобалап. Мына жерде 5 болса бізде, мына жерде минус 2 деп алайын. Параболаның төбесі 5-те минус 2 деген нүктеде орналасқан. Мына жерде тармақтары жоғары қарайды. Себебі, міне, бізде жақшаның алдындағы коэффициент оң сан болып тұр. Оң сан болса, тармақтар жоғары қарайды. Теріс сан болса, тармақтар төмен қарайтын еді. Енді мен дәл қай жерден қай осьті қалай қиятынын білмеймін. Өйткені ол нүктелерді анықтап атқан жоқпын ғой нақты. Бірақ енді осындай парабола болатын түсінеміз. Тармақтар жоғары қараған, төбесі 5-те минус 2 нүктесінде орналасқан осындай парабола. Енді симметрия осі деген не? Симметрия осі деген ол қандай түзуге қатысты екі жаққа бірдей болып тұр деген сөз ғой. Ол әрине мынандай түзу 5 деген нүктеден өтетін осындай түзудің екі жағына бірдей болып тұр. Сондықтан бұл симметрия осі болады. А бұл түзуді жазатын болсақ, ол x нүктесі арқылы өтетін, x нүктесі деген бізде 5 қой. 5 деген нүкте арқылы өтетін y осіне параллель түзу, онда ол x тең болады 5 деген түзу. Бұл симметрия осі болады. Сонда біз 15-ші тапсырманың екі сұрағына да жауап бердік. Келесі тапсырманы қарап жіберейік. Бізде қандай екенін? Келесі тапсырма бізде берілген осындай сандар қатары. Осы сандар қатарынан нені табу керек бізге? Абсолюттік жиілік қатарын, салыстырмалы жиілік қатарын, арифметикалық орташа мәнін, модасын және медианасын дейді. Бірінші сұрақ абсолюттік жиілік қатары дейді. Ол үшін біз осындай кесте сызамыз қазір. Астында кесте тұр. Кесте болмауы мүмкін, сендер тапсырмаларда осындай тапсырма келсе, онда кестені өздерің сызасыңдар. Так, мына жерге мен абсолюттік жиілігін жазам. Мында салыстырмалы жиілігін жазамыз. Так, бұл жерде мында жоғарғы жағына біз варианталарын жазамыз. Варианталар деген не? Мынау сандар. Бізде қандай сандар кездесіп жатыр. Енді мынау сандар қатарына қарайтын болсақ, көріп тұрмыз, бұл жерде 40-тан басталады, 40-тан бастап 40,
49-ға дейін, енді арасында 46, 47, 48 деген жоқ. Сонда қандайлар бар, соларды өсу ретімен жазып қоямын. 40 деген сан бар. Так, басқа түс таңдаймын. Мынау көк пен көк көрінбей қалып жатыр ма? 40 деген сан бар бізде. Сосын 41, 42 деген сан бар. 43, 44, 45 деген сан бар екен, және 49 деген сандар бар. Абсолюттік жиілік дегеніміз әр осы сан неше рет кездеседі. Мысалы 40 деген санды қарайық. 40 деген сан міне бір-ақ рет кездесіп тұр, сондықтан мен 1 деп жазамын. 41 деген санды қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рет кездескен. 42 деген сан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рет кездескен. 43 деген санды қараймыз. 43 деген сан бізде бар ма жалпы? Бұл жерде бар, міне соңында 2 рет кездесіпті. 43 2 рет кездескен. 44-ті қараймыз. 44 деген санда міне мына жерде 2 рет қана кездескен. 45 деген санды қараймыз. 45 1 рет, 2 рет, 3 рет. 45 деген сан 3 рет кездескен. 49 деген санды қараймыз. 1 рет, 2 рет, 3 рет. 3 рет кездескен екен. Не, абсолюттік жиілік дегеніміз, мына сандар біз әрқайсысын жазып қой, солардың әрқайсысы неше рет кездесетін. Оны біз абсолют жиілік дейміз. Енді салыстырмалы жиілік дегеніміз не? Салыстырмалы жиілік деп отырғанымыз, мынау 1 деп жаздық қой, осы 1-ді біз бөлу керекпіз жалпы сандардың санына. Мына жерде жалпы неше сан бар, соған бөліп шығамыз. Бұл жерде 25 сан жазылған. Сондықтан бұл 1 бөлінген 25 болады. Келесі, мынау 6 абсолюттік жиілігін бөлеміз 25-ке. 25 қайдан шықты десе, міне мына жерде барлық 25 сан бар. Қайталап айтамын. Сол сияқты мұнда 8-ді бөлеміз 25-ке. Мұнда біз бөлеміз 2-ні 25-ке. Мұнда да 2-ні бөлеміз 25-ке. Мұнда 3-ті бөлеміз 25-ке. Мұнда да 3-ті бөлеміз 25-ке. Болды. 1-ден 2 сұраққа жауап бердік біз. Абсолюттік жиілік қатары, салыстырмалы жиілік қатары деген. Екеуін де анықтадық. Енді үшінші бізде арифметикалық орташа мәні дейді. Арифметикалық орташа мәні деген, мына жерде тұрған барлық сандарды қосамыз бір-біріне, және неше штук бар, енді орысша айтқанда соншаға бөлеміз. Енді нешеу бар мұнда? 25 бар екен білеміз ғой. Андан бері айтып жатырмық қой 25 сан деп. Сол 25-ке бөлеміз, бірақ бәрін қосып шығуды ұмытпаймыз. Сонда бізде болады мынандай бір үлкен бөлшек сызығын сызайық. Сонда біз қазір алымына барлық сандардың қосындысын жазатын боламыз. Енді балалар, бұл жерде мен әр санды бір-бірден жазып отырмайын. Мысалы 40 деген жарайды, бір-ақ рет кездеседі. 41 деген 6 рет кездеседі ғой, мен мана санадым ғой абсолюттік жиілікті есептеген кезде. 41-ді өз-өзіне 6 рет қосып отырмай ба? 41 қосу 41 қосу 41 деп. Мен бірден оны қалай жазамын? 41 көбейту 6 деп, енді 6 рет қосып отырғанша. Дәл солай 42-ні өз-өзіне 8 рет қосып отырғанша 42 көбейту 8 дей саламын. 43-ті мен 2 рет 2-ге көбейтемін, өйткені 2 рет кездеседі. Қосам 44-ті көбейтемін 2-ге. Қосамын 45-ті көбейтілген 3-ке. Қосамын 49 көбейтілген 3-ке. Осының барлығын біз бөлу керекпіз 25-ке. Өйткені бұл жерде 25 сан. Егер 10 сан болса, барлығы онда 10-ға бөлеміз деген сияқты. Енді санаймысынан бәрін есептеп шықсақ, қанша шығады? Бұны енді өздерін есептей саларсыңдар. Калькулятормен есептеуге болады мына жерде. Бірақ айта кететінім, қорытынды аттестация болғанда емтихан кезінде калькулятормен санауға болмайды. Онда черновикті есептейсіңдер. Так, сосын бұл жерде бәрін көбейтіп қосқан кезде 1078 деген шығады екен.
1708-ді бөлеміз 25-ке. 1708 25-ке бөлсек, шамамен бізде былай 43,12. Міне, бұл бізде арифметикалық орташа мәні. Енді мағынасын түсінсеңдер болды ғой, барлық сандарды қосамыз, неше санды қостық, соншаға бөлеміз. Төртінші, модасы. Мода деген не? Мода деген ең көп кездесетін сан. Мына жерде ең көп кездесетін сан қайсы? Оны кестеден көруге болады. 41 рет кездеседі, 41 6 рет. Енді көп кездесетін мынау ғой. 8 рет кездескен, ол 42. Сонда модасы 42-ге тең. Бесінші тапсырмасы медианасын тап деген. Медиана деген барлық сандарды өсу ретімен жазып аламыз. Міне, мына сандардың бәрін өсу ретімен жазып, ортасында тұрған санды алу керек. Мысалы, 41 рет жазасың, сосын 41-ді 6 рет, 42-ні 8 рет, 43-ті 2 рет, 44-ті 2 рет, 45-ті 3 рет, 49-ді 3 рет жазасың. Сосын дәл ортасында тұрған санды аласың. Бірақ енді ол сол 25 санды, мынау ғой, үстіде тұрған 25 санды, мен өсу ретімен жазып отырмаймын. Мынау кестені мен не үшін құрдым? Мен түсінем, я, барлығы 25 сан болса, бүйтіп тізіліп тұрады ғой, бүйтіп 25 сан тізіліп тұр. Мен мына ортасында қандай сан бар, соны алу керекпін. Енді логически ойлайық, 25 сан болса, дәл ортасында тұратын сан, ол 13-ші сан болады. Өйткені мына жағында 1, 2, 3, 4, 5 барлығы 12 сан болады ғой мына жағында. Сол жағында. Оң жағында 12 сан болады. Сонда уже 24 па? И 25-ші сан ортасында 13-ші орында тұрған сан керек маған. Өсу ретімен оларды орналастырдым деп елестетейік. Сонда бірінші 40 тұрмай ма? Содан кейін 41 деген сан 6 рет жазылып тұрады. Уже 7 сан. Сосын 42-лер кетеді. 7 қосу 8, 7 қосу 8 менде болады 15. Сонда 13-ші орында тұрған сан 42 екен түсінем. Қайдан білдім? Тағы қайталап айтамын. Бірінші орында, мына жерде, допустим, менде 40 деген сан тұр, Сосын 6 рет менде кетеді 41-лер. 41, 41, 41 деп сөйтіп. 6 рет кетсе, уже 7 болды ғой. 7 сан аяқталды. Сосын арғырты 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші, 15-ші сандар 42 болады. Мына 7 сан жазылды. И тағы да үстінен 8 рет 42 деген сан жазылады. Сонда 15-ші санға дейін 42 жазылады, а маған 13-ші сан керек. 13-ші сан ол 42 болады. Сонда бұл жердегі сандар қатарының медианасы 42 деген сан.